да болып қапты ғой, бояна берейінші. Әйтпесе мен боянып болғанша уже уақыт болып кетеді. Ой, уақыт болып қапты ғой, мен балаларды осылай жатқызып қояйын да өзім киінейін. Осылай киініп алдым, енді дайынбыз деп ойлаймын. Мінекей келе жатырмын. Бұл кім? Көршіміз ғой, біз көршіміз. Көрші келіңіздер. Я. Ой, сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіз бе? Қалайсыз? Жақсымыз ғой өзіңізше. Я, жақсымыз. Мынау ма сіздің күйеуіңіз? Я, аты Айқын ғой. Ой, Айдын. Я, мен Айдынмын. Балаларыңыз қандай күшті? Бұлар қыз бал ма? Мынау қыз, бұл қыз, ал мынау ол қыздың есімі Айару, ұлдың есімі Ералы. Короче, осындай. Жарайды, енді осы жақта тұрмай кетіп тамаққа, шайге отырайық. Я. Қандай керемет дастарханды жайып тастапсыздар ғой, прям. Я, мен осындай күшті тамақтар жасай аламын. Қандай күшті, қолыңыздар көрмесін, өте әдемі тамақтар екен. Я, енді барлығымыз отырып жейік. Я. Қандай әдемі тамақтар. Тамақтар күшті екен, дәмді екен. Жақа. Короче, өте дәмді тамақтар болыпты. Я, өте дәмді тамақтар. Мен балама да жегіз қойын. Тамақтарыңыз тойып отыр ма? Мен болдым. Тамақ өте дәмді болыпты, рахмет өте көп. Бірақ та мен тойып кеттім уже, сол үшін мен кеттім. Рахмет барлықтарыңызға. Ой, кет қалыпты. Сол менде болдым уже. Қарным тойып кетті менің. Жарайды, мен кеттім, сау болыңыздар. Тамақ өте дәмді болыпты. Не бәрі тұрып кетіп қалды, ешкім тешкісі емей алған ба? Сол ғой, маған негізінде бұл тамақтар ұнады. Маған да ұнады. Жарайды, өзіміз ішіп отыра берейік. Я. Тамақтарыңыз тойса, онда біз енді тәттілерге кезек берейік. Енді тамақтан кейін тәтті жеу керек қой. Я. Ал жарайды, тәттілерді алып келейін. Мінекей менің өзімнің қолымнан жасаған тәттілерім. Мәссаған, қандай керемет тәттілер. Жемей жатып, адамның көзі қысылып кетті ғой. Сосын осындай коктейльдер сатып алғанмын барлығымызға. Сол сіздердің қандай коктейльдер жақсы көретіндеріңізді білмеймін, бірақ та енді осындай түрлерін алдым. Бұлар шынымен де өте дәмді түрлері. Мәссаған, бұл түр маған точно ұнайтын сияқты. Маған да бұл түр ұнайды. Жарайды, онда тамағымызды, тәттілерімізді жеп отырайық. Мына мочиларды жегім кеп тұр. Қандай әдемі, дәмді дегенде. Я, жеңіздер. Ана балаңызға да бірдеңке бермейсіз ба? Я, бірдеңке беріп отырмын оған, мені сол үшін. Я. Сау болыңыздар, уже кеш батып кетіпті. Кеш батқанша бізбен әңгімелесіп, сөйтіп отырдыңыздар. Келгендеріңіз үшін рахмет. Я, сіздер де бізді шақырғандарыңызға рахмет. Көңіліміз көтеріп қалды ғой, кішкене болсын. Я, жарайды, сау болыңыздар. Я, сау болыңыз. Рахмет өте көп, тағы да айтамын. Сау болыңыз. Өте керемет дәмді болыпты тамақтарыңыз. Я, сау болыңыз. Немене сендер жаңа сразу тамақтан, столдан тұрып кеттіңдер? Ана қонақтардан ұят болды ғой. Не болды тек соншама? Даже аналар қонақтар шығып баратқан кезінде де сау болыңыз деп айтсаңыздар болады ғой кішкене. Мен ғана шай беріп, мен ғана сөйлеп отырдым. Сендер дым сөйлемей, үндемей отырдыңдар. Анашы мен де қонақтардан ұят болады деп тұрып кеттім ғой мен. Қайдағы ұят болған? Андай кішкене қонақтарға әдемі сөздер айтуға болмайды ма екен сонда? Хотя бы жарайды, ұят болды деп тұрып кетсеңдер де кетіп баратқан кезінде сау болыңыздар деп айтып тұруға болады ғой, келіп тұрыңыздар деп. Немене? Енді біз оның кетіп баратқанын қайдан білеміз? Енді кішкене қарап отпайсыңдар ма, үйде қонақ бар ғой. Сендерде дауа жоқ екен. Неменесіңдер сендер?
Ой, уже түн болып кетіпті. Қонақтарға барғанымыз қандай жақсы болды. Иә, кешкі асты да солардың үйінен іше салдық. Тамақтары да өте дәмді екен. Тіпті мейрамханада сатқан тамақтарға ұқсайды ғой. Енді балаларға сүтін беріп ұйықтата салайық. Мәссаған, уже сағат қанша болды екен білмеймін даже. Жарайды, болды, ұйықтайық, кеттік. Иә. Ай, тұрайын. Мен де тұрайын. Той, бізге шынымен де шоппинг жасау керек еді. Қарашы, енді осындай киіммен ұйықтап тұрып жүрміз. Бірақ та біз қалай білмейміз ғой. Енді қазір таңғы ас ішкеннен кейін қонақтар, көршілерімізге барайық, сосын сол көршілер бізге андай не істейді, қай жақта қандай киім берсе сататынын не істеп береді, көрсетіп беретін шығар. Жарайды, кеттік, бірінші таңғы асымызды ішіп алайық. Қызым, біз қазір чайымызды ішіп біткеннен кейін әкең екеуміз шоппингқа барамыз. Сен бізбен бірге барасың ба? Жоқ, анашым, бармаймын. Өздеріңіз маған киім ала салыңыздаршы. Енді сен ол жақта сенің размеріңде киім таппай қалуымыз мүмкін ғой. Сол үшін сен де бізбен бірге бар. Жарайды, барайын. Сонда біз қазір көршілермен бірге шоппинг жасаймыз ба? Солай шығар енді. Ана Айсұлумен жасайсың жарым шоппингті. Сол білетін шығар енді. Не үшін кеше қонақта сұрап алмадыңыздар? Енді тағы да барамыз үйлеріне, кешке шейін бара береміз үйлеріне. Жоқ, енді бара беріп атқан жоқпыз ғой. Барғанда жоқпыз ғой олардың үйіне даже. Сол ғой, немене жынданып отырсың, қызым? Жоқ, анашым, жынданып отқан жоқпын. Ой, жарайды. Таңғы асымызды тез ішіп алайықшы. Бұлар кім болуы мүмкін? Кім болуы мүмкін? Таң атпай ұйқымды бұзып жіберді ғой. Мен де ұйқымды бұзып жіберді. Жарайды, тез барайықшы, болды, тез.